Қайырлы күн, құрметті достар, мен бүгін сату өнері жөнінде жалпы түсінік жасайтын боламын. Ал сіздер біздің каналға тіркеліп, лайк баса кетуді ұмытпаңыз. Мен енді бастаймын. Біздің жұмысымыз негізі Қытайдан Қазақстанға тауар тасымалдау. Қаншалаған адамдардың тауарларын әкеліп жеткізіп беріп отырмыз, бірақ өкінішке орай сол тауарларды сата алмай қалып жатыр. Кез келген тауар сатылады, сатылмайтын тауар болмайды. Әрқандай тауардың өзінің иесі бар. Ал енді қараңыз, сата алмайтын адам қолындағы алтынын да сата алмайды. Ал сата алатын адам тазға да тарақ сатып жіберуге болады. Әрине, сату дейтін бұл заманда өте керекті өнердің бірі. Сату өнері жөнінде мен бірнеше тақырыптарды айта кетейін. Сатқанда алдымен клиенттің көңілін жаулап алу керек. Яғни әдетте сіз бір жерге қонаққа болмаса кафеге, тамаққа барған кезде біреу сіздің тамағыңыздың шотын төлеп тастайтын болса, сіз сол адамға бағынышты, яғни сол адамға қарыздар болып қаласыз. Сол сияқты қарапайым мысал айтайын, Қытайларда да сондай. Қытайларда тамақ емес, әдетте бір үштік темекімен адамның көңілін жаулап алады. Яғни топтық ортада, яғни саудаласып тұрған кезде олар бір үштік темекіні береді. Ол бір үштік темекіні сіз тартып алғаннан кейін сол қарсы жақтағы темекі берген адамның ығына жығыла бересіз. Сол сияқты клиентпен кездескен кезде алдымен клиенттің іші бауырына кіру керек. Тауарыңды бірден тықпалай бермей. Мысалы, енді тағы бір немелерді айта кетейін. Мысалы, сату өнерінде тактиканы қолдану керек. Бәрібір сатасың, бірақ қалай оңай, қалай тез сатуға, және қалай қымбатқа сатуға болады. Сол кезде сату өнерін қолдану керек. Яғни былайша айтқанда сөз саптау өнері дейді. Соны қолдану керек. Мысалы, сіз кейбіреулер жазып қояды, 1000 теңгеге деп жазып қояды. 1000 теңгеге 3 килограмм алма сатылады дейді. Енді қараңыз, 1000 теңгеге 3 килограмм алма сатылады деген сіздің құлағыңызға жақсы естілмейді. Ал енді қараңыз, 3 килограмм алманы 1000 теңгеге береміз десе, ол құлағыңызға жақсы естіледі. Мысалы, үйіңізде сіздің балаңыз айтады. Әке, яғни шеше деп айтады. Мен дейді, сабақ қарап отырып, телефон ойнасам бола ма дейді. Сіз айтасыз, болмайды дейсіз. Ал енді бала бүйтіп айтса, әке, болмаса шеше, мен телефон ойнап отырғанда да таблицаны жаттап отырсам бола ма дейді. О, болады дейсің. Яғни ол телефон ойнап отырғанда да таблицаны жаттай береді. Сол сияқты медреседегі шәкірт былай айтса, мысалы, мен Құран жаттап отырып телефон қарасам бола ма дейді. Оған ұстаз айтады, болмайды дейді. Қалай сен Құран жаттап отырып, қалай телефон қарайсың дейді. Ал енді ол былай айтса, ұстаз, мен телефон шұқылап отырғанда да бір жағынан Құранды жаттап отырсам бола ма десе, ұстазы риза болып кетеді. Әрине, сен телефон қарап отырғанда да Құран жаттап отырсаң болады дейді. Сол сияқты сөзді қолдануды үйрену керек. Тауар сатқан кезде, жаңағы алма сатқан сияқты, 1000 теңгеге 3 килограмм алма демей, 3 килограмм алманы 1000 теңгеге сатамыз деп жазған өте дұрыс болады.